Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бауырдан котлеттер жасайтын боламыз. Сочный, мощный болып шығатын котлеттер рецепті мен бөлісіп тұрмын. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып сохранить етіп алыңыздар. Міне өте әдемі болып шыққан котлеттеріміз тойымды. Алдымен бізге бұл жерде 500 грамм бауыр керек болады. 2 штук картошка, 1 штук пияз, 1 штук сәбізді осылай майдалап турап аламыз. Енді осының барлығыны чопперден, блендерден өткізіп аламыз. Бір келкі болғанша бауырды өткізіп алып, ыдысына сап аламыз. Екеуін бөлек-бөлек араластырамыз. Осылай салып болған соң, жаңағы картошка, сәбіз, пиязымызды осылай майдалап шығарып аламыз. Енді ол заттарымызды ішіне салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бізде бұл жерде көптеу шығады. Неге десеңіздер, 500 грамм бауырға істеп жатырмыз. Енді ішіне 2 қасықтай ұн саламыз. Бізде қоюлы бір-біріне жабысып тұру үшін 1 штук жұмыртқа саламыз ішіне. Енді ана жерде менде 80 мг сүт алғанмын. 80 мг-ның бәрін салған жоқпын. Жартысын өзі жетеді екен, 40 мг салдым. Бізде сәл сұйықтау болып қалғаннан кейін тағы бір ас қасық ұн салып жібердім. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын. Ішіне дәмдеріңізге қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Біздің бауырымыздың массасы дайын. Енді қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, қыздырып, басында бірінші қыздырып аламыз. Содан кейін барып, жаңа котлеттерімізді пісіру бастаймыз. Бір ас қасықтан толтыр осылай салып пісіріп аламыз. Екі жағын қызартырып, көп уақыт кетпейді, тез пісіп қалады. 2-3 минут. Неге десеңіздер, барлығын блендерден өткізіп алдық. Пісуі өте оңай болады. Міне тағы бір рет көрсетіп өтейін. Бір ас қасықтан салып, екі жағын қызартырып, қуырып алатын боламыз. Міне біздің котлеттеріміз осылай әдемі топ-томалақ болып шығады. Шашырап кетпейді ешқандай. Егер менің парақшам сіздерге ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Бифштекс қылған кезде қасына қосып істеп жесеңіздер болады.